Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Оқу мақсаты рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта рационал сандар мен арифметикалық амалдар қолдануға арналған есептер шығарасыз. Олай болса, таңбалар ережесін еске түсірейік. 2 оң санды көбейткенде теңдігі 10 сан шығады. Таңбалары әртүрлі сандарды көбейткенде теңдігі теріс сан шығады. Теріс сан мен теріс санды көбейткенде оң сан шығады. Оң сан мен теріс санды бөлгенде теріс сан шығады. Теріс сан мен теріс санды бөлгенде оң сан шығады. Көбейту, қосу, азайту, бөлу – бұлар арифметикалық амалдар. Олай болса, ой жүгірту есептерін шығарыңыздар. Дұрыс айтасыздар. Жауабы 12, 30, минус 8. 6 сыныптың оқулығынан бірнеше есептер шығарып жаттығайық. Номер 621 есептің біріншісін шығарып көрсетейік. 4,5 қосу 3,6 көбейту минус 16,6 тең 0. Теңдеуді шығаруымыз керек. Белгісіз мүшесін табу үшін 0-ді кез келген санға бөлсек 0 шығатыны белгілі. 4,5 тең минус 3,6. 2-тен минус 0,8-ге. Жауабы минус 0,8. Әрі қарай номер 614 есептің үшіншісін қарастырайық. Берілгені минус 4-тен 3, минус 6-дан 1 бөлу минус 1,8-ден 3. 2 амалдан тұрады. Бірінші амалы минус 4-тен 3, минус 6-дан 1. Теңдігінде минус 12-ден 11 шығады. Шығару жолы көрсетіліп тұр. Екінші амалда осы шыққан бөлшекті бөлеміз минус 8-ден 11-ге. Яғни бұрыс бөлшекке айналдырдық.